Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай әрі тез дайындалатын кекстер пісіретін боламыз. Алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Енді үстіне 2-3-тен бөліп ұнымызды салатын боламыз. Және жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Қамырымыз осындай қаймақ тәріздес қою болу керек. Енді арнайы кекстерге арналған формаларымызды дайындаймыз. Барлығына теңдей етіп салатын боламыз. Мен 12 формаға бірдей етіп бөліп салдым. 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Сіздер де пісіріп көріңіздер, ас болсын.